Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Қоғамдық коммуникация орталығында Маңғыстауға саяхат бағдарламасы. Оның жүргізушісі мен Құралай Алтынбекқызы. Бүгін біз сіздермен Қарт Каспийге бірге саяхаттаймыз. Маңғыстауда айтатын болсақ, есімізге ең алдымен Каспий теңізі түседі. Себебі Қазақстанның 2300 шақырымын Каспий теңізі шайып жатса, соның 1400 шақырымы Маңғыстауға тиесілі. Ендеше сансыз көп құпиялар мен жұмбақтарға толы Каспий теңізіне саяхатымызды бастайық. Қазақстан, Ресей, Әзірбайжан, Иран және Түркменстан сияқты 5 мемлекеттің аумағында орналасқан Каспий теңізінің мұхиттармен байланысы болмағандықтан көлге жатқызады. Ал ғалымдардың айтуынша, Қара теңіз бен Каспий теңіздері мыңдаған жыл бұрын бір бүтін болған. Жердің тектоникалық құрылысы барысында екіге ажырап кеткен. Қазіргі таңда жалпы көлемі 371 мың километр квадрат, яғни Каспийдің аймағы Япония, Беларусь және Қырғызстан елдерінен үлкен. Каспий теңізінде 100-ден аса балық түрі өмір сүреді, ал оған 130-дан астам өзен құяды. Ең ірісі Еділ өзені. Қарауылдырықтың да 90% осы су қоймасында ауланады. Сондай-ақ Каспийді мекендейтін қортпа балығының уылдырығы әлемдегі ең қымбат уылдырық болып табылады. Оның 100 граммы шамамен $2000 бағаланады. Қарт Каспий қара уылдырықпен қоса қойнауы қара алтынға да бай. Оның түбінде 10-15 миллиард тоннаны құрайтын мұнай және газ кен орындары сақтауы. Мұнда 2000 жылдан бері қазақстандық ең ірі қашаған кен орны қалыптасқан. Өкініштісі, Каспий теңізі күннен күнге тартылып бара жатыр. Қазір судың төмен түсу деңгейі -28-де 5 метр. Дәл осылай Каспий 47 жыл бұрын қатты тартылған болатын. Ол кезде судың деңгейі -29 метрге жеткен болатын. Мамандардың айтуынша мұның бірнеше себебі бар. Біріншісі, жаһандық жылыну процесіне байланысты теңіздің булану деңгейінің күрт өсуі. Мәселен, бұрын судың булану көрсеткіші 160-180 сантиметрде болса, қазір 2 метр. Алайда бұл тартылуға әкелген жалғыз фактор емес, антропогендік әсерлер де бар. Каспийге құятын 130 өзеннің ірісі Еділден бұрын теңіз жылына 280-290 текше шақырым су құятын болса, соңғы жылдары ол 35-40 текше шақырым ғана. Оның басты себебі өзеннің жағалауында елді мекендердің көбеюіне байланысты. Су тұтыну мөлшерінің артуы. Салдарынан Каспийге келетін судың мөлшері азайып отыр. Оның үстіне ауыл шаруашылығында суды пайдалану жылдан жылға көбейіп бара жатыр. Енді өзен жағасында отырғандар бір қатары күзен өсірем дейді, бір қатар балықтың алуан түрін өсірем дейді, бір қатары бау-бақшалықтар, егістіктер, осылардың барлығына суды пайдалану көбейіп кетті. Және бөгеттер салып, шеті мен шексіз бөгеттер бар. Сосын қай өзеннің бойында да су қоймалары көбейді. Каспий теңізі Еуропа мен Азияны жалғап тұрған алтын көпір іспеттес. Болашақта Қазақстанның кәрі құрлыққа ең тиімді жолмен шығатын транзиттік дәлізі де бола алады. Туристік потенциал да жоғары, себебі тұздың мөлшері басқа мұхит және теңіздерден 5 есе аз және шомылуға өте қолайлы. Тек қадірін біліп, аялап ұстасақ болғаны, себебі судың да сұрауы бар.